Так, келесі есебіміз мынандай бір есеп екен. Енді қайсыған айнымалы береміз? Қараңыздаршы, мына жерде. Синусқа айнымалы берсем, одан туындалсам косинус шығарып бере ма? Значит, мынаған беру керек па, мынаған беру керек па? Екіге береміз ба? Жоқ, мынаған берсек, мынаны шығарамаймыз. Синус x-қа мен u дейтін болсам, туындалсам косинус шығады, я? Мынаның ішінде 2 синус x, косинус x-ің көбейтіндісі бар емес па? Сондықтан не істейміз? Синус x-ті мен u деп аламын, туындысын аламыз. Қандай болады? Косинус x dx тең du ғой. Болды ма? Так, бізге не керек? Мына нәрсені ашып алу керек. Мынаны енді жалғастыра қояйық. Кеттік. U-дің 4 дәрежесі деп жаза берейін мына нәрсені. Көбейтілген мынаны не істейміз қазір? 2 синус x көбейтілген косинус x немене? dx дейміз. Мына бір нәрсені білеміз, неге тең екендігін? du-ға тең. Мынау ше? Мынау еще u-ға тең, Так. Мынау менде u болды. Мынау? du болды. u-наған көбейтілген кезде ше болады қазір? Так, 2 шығады еще алдына, 2 u-дің 5 дәрежесі неше? du болады, дұрыс па? 2-ні шығарамыз, бір дәрежесін қосып бөліп тастайтын болсақ, 2 көбейтілген u-дің 6 дәрежесі бөлінген 6 плюс с. Келсеңіз? Мынау қысқара қояды. Жауабы не деп жазамыз? Синустың 6 дәрежесі бөлінген 3 қосылған s. Так, синус дедік қояғын, Синустың 6 дәрежесіндегі x бөлінген 3 плюс c болады екен. Түсінікті ма? Онда x-тің кубы түрлері страшный болуы мүмкін, но одан қорықпаймыз. Синустың квадраты x-тің 4 дәрежесінде плюс 1. Мінекей интеграл, мұнда dx дейді. Қайсыны u дейтін болсақ, туындалатын болсақ, бірдеңені шығарып алуға болады. Синус квадратымен алған дұрыс па? Үстіндегі затқа қарасыңдаршы, x-тің кубы ма? X-тің кубы неден туындалғанда x-тің кубы шығады? Ішіндегіден шығады ғой, онда ішіндегісін u дейміз. X-тің 4 дәрежесі плюс 1 тең болады u-ға. Негізі байқадық па? Бізге әдем біреуін таңдау керек, туындалған кезде екіншісі шығатындай. Соны таңдап алуды білсеңіздер болды. Синус квадратқа берем ба, ішіндегіге берем ба, көресіздер. Туындалған кезде жанындағы элементтер шығу керек. Туындаламыз. 4x куб dx тең болады нешеге? du-ға дейміз. Енді x куб dx-іміз көрініп тұр ғой. Мына бетте 4 не істейді? Бөлу өтіп кете салады. Так, тең интеграл. Так, неге du бөлінген 4 мұнда қой жүрейді да? Синус квадрат u. Синус квадрат u болады. Синус квадрат u. Так. Мынаны қалай жалғастырамыз? Бір бөлінген синус квадрат деген ненің туындысы еді? Катангенске. Минус бар ма? Минус болады. Минус болады, себебі катангенстен ко функцияның туындысында Минус жіберіс бар. кода бар ма еді? Катангенсіміз минус болатын еді алдында біз. Потому что ол туындысын алған кезде минус шығу керек қой. Так, 4-тен 1 не істейміз? Минус қоямыз ба? Минусты қойдық. Так. Катангенс квадрат, жоқ, катангенс u болады. Катангенс u плюс с болады. U-дің орны не тұр бізде? X-тің 4 дәрежесі плюс 1. Жалғастырамыз. Неше болады? Минус катангенс x-тің 4 дәрежесі плюс 1, Дұрыс па? Все. Не болып тұр? Ұқсай ма осы есепке? Ұқсайды. Нені u деп аламыз? Ішіндегісін. Е-нің x дәрежесі плюс 2 дегенде u деп аламыз. Туындалатын болсақ, е-нің x-нің өзі шығады ғой. dx тең du. du дейміз, болды. Орнына қоятын болсақ, мынандай жауап шықпай ма? Жауаптың сандары, коэффициенттер өзгере ма? Ішіндегісі просто өзгере салады, Катангенс не дейміз? Ex плюс 2 плюс с. Несі бар бізде? Минусы бар катангенс болған соң, Синус квадратта минус шығу керек. Мінекей, шықты.